Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін біз сіздерден ағылшын тілі пәні бойынша 4-ші тоқсан 1-ші БЖБ-ны қарастыратын боламыз. Тараудың тақырыбы sports, керемет тақырып, солай ғой. Біз бұл тарауда 1-ші БЖБ-да listening, тыңдалым, және speaking, айтылым дағдысы бойынша қарастыратын боламыз. Мен сіздер үшін дайындап жазып қойдым, алайда талдаумен бірге. Ал кеттік онда менімен бірге. Біріншісі, listening, тыңдалым. Listen to the speaker and write B if the speaker did the action before and N if the speaker does this action now. You will listen to the recording twice. Сіздер спикерді тыңдайсыздар. Ол спикер оны алдын жасады ма, әлде қазір жасады ма? Егер оны бұрын жасаса, before деген бұрын деген сөз. Before деп жазамыз. Ал егер оны қазір жасаса, now, қазір деген сөзді жазуымыз керек. Ең бірінші міндетті түрде тыңдамас бұрын мына жердегі сөздерді оқып аламыз. Pretend, притворяться. Көрсету, қалай? Смақ көрсету. Relax, демалу. Ұнату. Enjoy the matches. Матчты ұнату. Go to the bathroom. Ваннаға жуынатын бөлмеге бару. Hide his posters. Өзінің постерларын тығып қою. Support his team. Өзінің командасын қолдау. Cheer with his family. Өзінің отбасымен уақыт өткізу, көңіл көтеру. Keep a secret. Құпия ұстау. Міне осы нәрселерді мынау спикер қашан жасады? Міне мен жауабымен жазып қойдым. Сіздер үшін талдау ретінде мен қазір қараңыздар. Достар, оқушылар, транскриптпен бірге дайындадым мінекей, және дәлелімен. Байқасаңыздар, көкпен тұрғандардың барлығы дәлелі, және одновременно бірге тыңдап көрейік. Ал дайын болсаңыздар, қолдарыңызда дәптер, ручка болған абзал. Дайын болсаңыздар, мен қазір қоямын, бір мезетте тыңдап, бір мезетте ішімізден оқимыз. Ал кеттік. Can you keep a secret? I had to for a long time. My family were all Boxton Town fans, but I supported a different team, Boxton Rovers. It was very hard being different. I had to be very good at pretending when both teams played each other. I couldn't cheer when my team scored. I had to go to the bathroom and celebrate there. Yes, 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 come on. Boxton Town take the lead. I couldn't be sad when the other team scored. No. I could only have my team's posters on my bedroom wall when I was alone. Wait a minute. If someone came to my room, I had to be quick to change how it looked. Hi, Dad. I had to have a secret wardrobe too. I hid my favorite team's clothes behind the other teams. Birthdays were terrible too. I always got football gifts for the wrong team. But then my life changed. A billionaire bought both clubs in my town and made one big team, Boxton United. Now I can relax and enjoy all the matches with my family. I go to the bathroom a lot less now too. We hope you enjoyed watching my secret team and we will see you soon on Learn English Kids дейді. Енді қараңыздар, дәлелдеп көрейік. Мына жерде айтып тұр. I had to be very good at pretending. Мына жерде had to be деп тұр. Өткен шақ болғандықтан, бұл жерге біз before, яғни алдын деп қойдық. Екіншісіне қараңыздар. I had to go to the bathroom. Мен неге баратынмын? Жуынатын бөлмеге баратынмын. Және сол жақта тойлайтынмын, деп тұр. Нәтижеде ол да бізде қандай болып тұр? Go to the bathroom before. Дальше, I could only have teams change posters on my bedroom. Яғни мына жерде when I was alone деп тұр. Мен жалғыз кезімде сол постерлар тығып қоятынмын. То же самое, ол бізде before болып тұр. Келесі,
I hid my favorite team clothes. То же самое. Hide деген тығып қою. Hid ол өткен шақта болып тұр. Сондықтан бұл да hide posters before. Келесі, I can relax деп тұр. Қазір қараңыз басында тұр. Now I can relax. Ал қазір мен рақаттана аламын, демала аламын, я. Яғни қай шақта болып тұр? Now, қазіргі шақта болып тұр. Және we hope you enjoyed watching my secret rulesies on Learn English Kids дейді. Қалғандары бізде міне мына тапсырмаға байланысты now болып тұр екен, иә. Мысалы, enjoy matches жаңа көрсетіп кеттім. Support his team. Support his team. Қазір мен өзімнің командамды не қыламын? Қолдаймын деп тұр міне. I was not football gives for wrong team, but then my life changed. The Billion Body Club in my town made a big box United дейді. Міне жауаптар осылай болды, иә. Before дегеніміз не, now дегеніміз не деп ойлап қалмаңыздар. Before ол алдын, now ол қазір. Ал кеттік онда listening осымен аяқталды. Келесі бізде speaking. Білесіздер, тарау бізде спорт болғандықтан кейін спортқа байланысты сұрақтар. Бұл жерде екі ғана тапсырма берілген екен, екі ғана, жоқ. Тек осы ғана сұрақтар екен, басқа артық сұрақтар көрген жоқпын. Сондықтан осы сұрақтарға жауап беріп кетейін. Answer the following questions. Біріншісі, talk about 1 minute. What kinds of sport do your family members like? What is your favorite one? Сіздің отбасы мүшелері қандай спорт түрін ұнатады? Ал сіздің сүйікті спортыңыз қандай? They are fond of swimming. Яғни мен fond of деген ұнату. Значит, оларға шомылған немесе жүзген ұнайды. And often go to the swimming pool. Олар жиі бассейнге барады. My favorite sport is volleyball. Ал менің сүйікті спортым ол волейбол. Келесі екінші сұрақ. Do you play sport? What sport do you play and why? Сен спортпен айналысасың ба? Қай спортпен айналысасың? Қандай? Неліктен деп тұр, иә? Бірден жауап беріп кеттім. Yes, I do. Бірінші сұрақ. I play volleyball and football. Екінші сұраққа жауап беріп кеттім. Үшіншісі, why? Why-дан бастап берілетін болса, міндетті түрде because деп жауап береміз, иә? Because I enjoy throwing and catching the ball and kicking it. Маған допты лақтырған, қағып алған ұнайды және тепкен ұнайды деп жаздым. I relax when I play. Және ойнау барысында мен демала аламын. Келесі. Do you prefer playing sport or watching it and why? Саған спортты көрген ұнай ма, әлде ойнаған ұнайды ма деп сұрап тұр, иә? Неліктен? I prefer to play, of course. Әрине маған ойнаған ұнайды. Спортпен айналысу ол круто, иә, керемет сезім және денсаулыққа пайдалы. Келесі, төртінші сұрақ. What is the most popular sport in your country? Do you like it? Сенің еліңде ең танымал деген спорт қандай? Саған ұнайды ма? I think the most popular sport is көкпар. No, I don't. Because it's very dangerous деп қоса салсаңыздар болады. Келесі, what are the advantages of playing sport? Яғни спорт ойнаудың жақсы жағы қандай? Балалар, advantages деген жақсы жағы. A lot of. I can say you can be fit, sporty and healthy. Әрине айта аламын. Яғни сіз деніңіз сау, делаң спортивный болады және деніңіз сау болады, иә? Әдемі тело болады деген мағынада бар. You are always positive and full of energetic. Яғни сіз әрдайым позитивті және энергияға толы болып жүресіз. Міне 5-ші сынып оқушылары сіздермен бірге бүгін айтылым speaking және listening тыңдап шықтық. Егер сізге мына жауаптарды өзгертіп алсаңыз болады. Өзіңіздің шынайы жауабыңызға байланысты. Сіздермен бірге болған Ақтар Бейсенбайқызы. Келесі ТЖБ-да жолыққанша. Goodbye.